13-те бірінші есептің біріншісі. Бұл жерде бізде көбейтіндіні көп мүше түрінде жазыңдар депті. Ал бастайық. Мұнда а квадрат азайтылған а с қосылған жайғаны а. Екіншісінде минус с, сен минус с м. Мына жерде минус пен плюс минус қайналып кетеді с н. Минус пен минус плюс қайналып кетсе с 3s шығады. Үшіншісінде бізге 5x-ті x-ке көбейтуіміз керек. Сонда бізде тең болады 5x квадрат. Сосын бізде қосылған мына жерде. Қосылған 5x y квадрат. 5x-ті 5-ті 5-ке көбейткен кезде мына жерде минус жазып аламыз. 5-ті 5-ке көбейткен кезде 25. Сосын 25x 2x. 13-та екінші есепте бізде мына x-ті мынаған көбейтіп, және де мынаған да көбейтуіміз керек. Ал аны мынаған да көбейту керек. Сонда болады бізде x-ті x-ке көбейткен кезде шығады 2x шығады. x-тің 2 квадрат, x-тің квадраты, x-ті y-ке көбейткен кезде қосылған x y болады. Сосын енді біз уже аға көшіміз керек. Минус аны x-ке көбейткен кезде минус тұр мына жерде, значит минус қайналып кетеді. А x және де минус аны плюс y-ке көбейткен кезде бәрібірде минус а y болады. Екіншісінде дәл солайынан біз аны мынаған көбейтуіміз керек. Z-ті мынаған көбейтуіміз керек. Сонда болады а n, себебі мына жерде плюс, мына жерде де плюс сан, яғни плюс болып қалады. Аны минус м-ге көбейту керек, минус болып кетеді. А м. Келесі мына жерде плюс болып тұр, плюс z n. Келесі плюс z, плюс пен минус айналып кетеді, z m болады. Үшіншісінде бізге t-ны b-ға көбейту керек, сонда шығады жағынан b плюс болады. T-ны k-ға көбейту керек, сонда жағынан тоже плюс болады. T-k. Енді s-ны b-ға көбейтуіміз керек. Сосын s-ны k-ға көбейтеміз. Мұнда дәл солайынан қосу болады. Осылайынан. 13-та үшінші есепте бізде дәл солайынан осы есеп сияқты. Мына жерде біз x-ті x-ке көбейтуіміз керек. Сонда x квадрат болады. X-ті 8-ге көбейтуіміз керек. Сонда 8x болады. Бұл жерде плюс сан болады. Плюс сан. Келесі минус 7-ге көшеміз. Сонда минус 7-ні плюс 8-ге көбейткен кезде минус 56 шығады. Келесі екіншісінде дәл солайынан 9-ды y-ге көбейтеміз. 9-ды 5-ге көбейтеміз. Сонда 45 болады. Плюс 45. Енді минус y-ті плюс y-ге қосқан көбейткен кезде шығады минус y квадрат. Минус y-ті плюс 5-ге көбейткен кезде минус 5y шығады. Келесі 13-та 4-ші есепте бізде бұл жерде дәл осы есептер сияқты, бірақ та бұл жерде кішкене күрделенген. Мына жерде 3 мүше, мына жерде 2 мүше берілген. 2 мүшенің әр мүшесін 3 мүшенің мүшелеріне көбейтуіміз керек. Сонда болады b-ны b квадратқа көбейткен кезде шығады b-ның 3 дәрежесі. b-ны минус b-ға көбейткен кезде минус b-ның
2 дәрежесі болады. Б-ны минус 7-ге көбейткен кезде минус 7 Б болады. Келесі үшіншісіне көшеміз. Сонда 3-ті Б квадратқа көбейтеміз. Сонда плюс 3Б квадрат шығады. 3-ті минус Б-ға көбейткен кезде минус 3Б болады. Плюс 3-ті минус 7-ге көбейткен кезде сонда бізде шығады минус 21. Енді бұны біз ықшамдауымыз керек. Мұнда бізде бір-біріне ұқсас мүше бар. Ол B2 минус B2 және де плюс 3B-ның 2 дәрежесі. Мұнда және де мынау сан бар еще. И мынау сан да бар. Олар бір-бірімен ұқсас. Мұнда біз бұны B3 жазып аламыз. Енді B минус B квадратты плюс 3B квадратқа қосуымыз керек. Сонда бізде B-ның квадраты және де бізде минус 7 B-ны азайтуымыз керек 3B-ны. Сонда шығады бізде минус 10. Жазып алайық. Минус 10B. Минус 10B. Енді бізде қалған сан ол минус 21. Екіншісінде бізге 2-ні 16-ға көбейтуіміз керек. Сонда 32 шығады. 2-ні минус А-ға көбейткен кезде минус 2А шығады. 2-ні плюс А квадратқа қосқан кезде көбейткен кезде бізде шығады плюс 2А квадрат шығады. Енді біз минус А-ға көшуіміз керек. Минус А-ны 16-ға көбейткен кезде минус 16А. Минус А-ны минус А-ға көбейткен кезде шығады плюс А квадрат. Минус А-ны плюс А квадратқа көбейткен кезде бізде шығады минус А куб. Сонда біз ұқсас мүшелерді біз біріктіреміз. Сонда дәрежелеріне қарасақ, міне мына екі сан бір-біріне ұқсас және де 2А мен минус 16А ұқсас бір-біріне. Сонда біз 32-ні жазып аламыз. Минус 2А-ны азайтамыз. Минус 16А. Сонда шығады минус 18. 2А-ның квадратын біз А-ның квадратына қосуымыз керек. Сонда шығады 3. Сонда шығады плюс 3А квадрат. Сосын бізде ең қалғаны ол А-ның 3 дәрежесі минус А-ның 3 дәрежесі. 13-та 5-те дәл соған ұқсас. 3 мүшенің мүшелерін 2 мүшенің мүшелеріне көбейтуіміз керек. Сонда біз А3-ті минус А-ға көбейтуіміз керек. Сонда шығады бізде минус А4. Келесі А3-ті біз 5-ке көбейтуіміз керек. Сонда плюс 5H. Келесі минус 2А-ны мына 2 мүшеге көбейтуіміз керек. Минус 2А-ны минус А-ға көбейткен кезде плюс 2А квадрат шығады. 5-ке көбейтуіміз керек. Сонда минус 10А-ны 10А шығады. Келесі плюс минус 4-ті минус А-ға көбейткен кезде бізде шығады плюс 4А. Минус 4-ті 5-ке көбейткен кезде шығады минус 20. Сонда енді біз тағы да ұқсас мүшелерді бір-біріне қосып немесе азайтамыз. Сонда минус 10А мен плюс 4А болады. Сонда біз минус А4 плюс 5
аның кубын плюс 2 а квадратын және де мына енді минус 10 адан ға қосамыз 4 аны, сонда шығады бізде минус 6а және де минус 20. Осыны жазып аламыз. Екіншісінде бізге дәл солайынан көбейтіп алуымыз керек. 7b-ны 2-ге көбейткен кезде бізде шығады 14b. Азайтылған болады, себебі 7b-ны минус b-ға көбейткен кезде минус саны шығады, себебі b-ның алдында минус бар. Сонда 7b-ның квадратын жазып аламыз. 7b-ны плюс 4b квадратқа көбейткен кезде бізде шығады 28 плюс 28b куб. Енді минус 20-ға көшеміз. Минус 20-ны 2-ге көбейткен кезде бізде шығады минус 40. Сосын минус 20-ны минус b-ға көбейткен кезде плюс 20b болады. Енді минус 20-ны 4b квадратқа көбейткен кезде шығады минус 80b квадрат. Енді тең жазып алайық. Мұнда тағы да ұқсас мүшелерді бір-біріне қосамыз. 14b-ны 20b-ға мынаған енді ойша ала берейік. Сонда 14. Ең бірінші біз мұнда ең үлкен мүшені жазып алайық. 28b куб. Келесі 14b-ны біз 20b-ға қосуымыз керек. Сонда шығады 34b-ны жазып аламыз. Келесі минус 7b квадраты минус 80b квадратқа, мұнда біз плюс болып кетеді, бірақ та бәрібірде минустан шығу керек. Сонда шығады бізде 87b квадрат. Келесі 28b-ны жазып алдық. Минус 40-ты жазып алуымыз керек. Енді минус 40 деп жазып ала салайық. Түсінбесеңдер айтып кетейін. Қайтардан мына жерде бізде 87b квадрат бар. Сосын минус 40 бар. Осылайынан жазамыз. Оны іште алтыны шығарайық. Дәл соған ұқсас. А-быны 8-ге көбейтуіміз керек. Сонда 8а-б шығады. А-быны минус а-бға көбейткен кезде шығады минус а-б квадрат. Енді плюс 7-ге көшсек, плюс 7-ні 8-ге көбейткен кезде бізде шығады плюс 56. Плюс 7-ні минус а-бға көбейткен кезде минус 7а-б шығады. Екіншісінде бізде мұнда x, y-ті x, y-ге көбейтуіміз керек. Сонда x, y квадрат шығады. x, y-ті минус 12-ге көбейткен кезде минус 12x, y шығады. 11-ді x, y-ге көбейтуіміз керек. Сонда шығады бізде плюс 11x, y шығады. Келесі 11-ді минус 12-ге көбейткен кезде бізде шығады минус 11-ді 12-ге көбейткен кезде бізде шығады 132. Бұныштай 7-ші есепте бізде өрнекті ықшамдар деп тұр. 8-ді 3n-ге көбейткен кезде бізде шығады 24n. Келесі 24. 8-ді минус 2m-ға көбейткен кезде минус 8m шығады 16m. Келесі минус 5-ті 2-ге көбейткен кезде минус 10n шығады. Минус 5-ті минус m-ға көбейткен кезде плюс 5m болып кетеді. Осылайынан шығарамыз. Бұл жерде қажет болса бірдей мүшелерді бір-біріне қосуымыз керек. Бірақ мен сөйтіп қалдыра саламын.